Жұмыр жерді мекендейтін сан мыңдаған тіршілік атаулының ішінде жер анаға адам баласын артық қиянат жасайтын жан иесі жоқ екен. Басқасын былай қойғанда, саналы тіршілік иесі саналатын Холмс Пейнстің күнделікті өмір қажеттілігінен артылған тұрмыстық қалдықтары мен күл қоқысы ортақ планетамызды тұншықтырып барады. Қасиетті даласын көзінің қарашығындай аялайтын қазақ ат аунаған жерде түк қалады деп қастерлеуші еді. Енді табиғат аясында демалысқа шыққан әрбір адамның артында кемінде 10 килограмм қатты тұрмыстық қалдықтар қалатын болды. Ұлы даламыздағы күл қоқыс қоры жыл сайын бірнеше миллион тоннаға көбейіп отыратын көрінеді. Ал ұлы даланың жер-жерінде есепке алынбаған тау-тау күл қоқыс қаншама? Зерттеу мақсаты тұрмыстық қатты қалдықтардың пайда болуының алдын алу және оларды азайту, есепке алу мен бақылау, қалдықтардың жиналып қалуын, сондай-ақ қалдықтарды тасымалдап, залалсыздандыру жайын, оларды өңдеп, қалай кәдеге асыруға болатын жолдарын анықтау. Жобаның міндеттері өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтар туралы мәліметтерді жинақтау және оларға талдау жасау. Тұрмыстық қалдық заттарды өңдеудің әлемдік әдістерімен танысу және оларға талдау жасап, экологиялық тиімдісін анықтау. Ауданымыздың тұрмыстық қатты қалдықтармен ластану дәрежесін бағалау.